Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бұл вафлиларымыз қытырлаған жұқа болып келеді. Дайындауды бастайық. Бұл үшін бізге қажетті заттар: 200 грамм қант, 200 грамм сары май, бөлме температурасында жұмсақ болу қажет. 290 грамм ұн және 5 жұмыртқа. Жұмыртқа да бөлме температурасындай болу қажет. Тоңазытқыштан шыққан салқын жұмыртқа болмау қажет, себебі бәрін бірге қосып араластырған кезде майымыз қатып қалады. Ыдысқа жұмсақ сары майымызды саламыз. Сары майымыздың үстіне қантымызды 2-3 бөлікке бөліп сеуіп, миксермен араластырып отырамыз. Өзіңізде қандай құрал бар, погружной блендер болсын, миксер болсын, немесе шанышқымен де араластыруымызға болады. Миксермен майымыз ағарғанша араластыратын боламыз. Мінекей сары май кішкене ағарғанын көріп тұрсыздар. Енді 5 жұмыртқаны массамызға бірден қосып араластыратын боламыз. Сұйық массамыз біркелкі болғаннан соң үстінен ұнды қосамыз. 1-2 бөлікке бөліп араластырып отырамыз. Ұнымыздың бәрін қосып араластырып алғаннан соң, вафлимызға дәм беретін ванилин немесе корица қосуымызға болады. Мен корица қостым. Шай қасықтың 3/1 бөлігін қосып араластыруыңызға болады. Қамырымыз дайын болғаннан соң, вафельницамызды қыздырып аламыз да, көлемін шамамен менің вафельницама үлкен қасықтың жартысы кетеді. Сіздер өзіңіздің вафельницаңызға қарай 1-2 рет пісіріп қарап, өзіңіз өлшемін келтіріп алуыңыз керек. Первый блин комом дегендей, менің бірінші пісірген вафлим сыртына шығып кетті. Осы кезде ысылай трубочкаға орап алуыңызға болады. Содан соң ортасына крем жағуыңызға болады, ал мен осылай домалақ қылдырып қалдырдым. Кремсіз, ешқандай қоспасыз өзін жейтін боламыз. Екінші салғанда осындай болып әдемі домалақ болып пісті. Мен әдемілеп екеуінің ортасын бөліп қойдым. Осылай тез-тез пісіріп аламыз. Артығы болса, артығын алып тастаған жөн, себебі сыртына шығып кетеді. Вафлиларымыз осындай жұп-жұқа қытырлаған, өте дәмді болып шығады. Рецептте секері көп болғанымен, дәмінде секердің дәмін көп сезбейсіз. Бұл жерде менің балаларым пісіртіп үлгертпей жатыр. Дайын болған вафлиларды уже жеп қойып жатыр. Трубочка ретінде жасағыңыз келсе, міндетті түрде ысылай орап тастаған жөн. Содан кейін болғаннан соң ортасына кремін жағуға болады. Ал сіздер тәттіні жақсы көретін болсаңыз, осылай дөңгелекшені алып, ортасына вареный сгущенканы жағып, екіншісін бетіне жабыстырсаңыз, одан да дәмді, тәтті болады. Ал мына жерде менің манағы ораған трубочкаларымды көрсетіп жатырмын.
Осы өлшем бойынша пісірген қамырдан көп шығатын болады. Мінекей жартысы, мынау тек қана, оның жартысын балалар жеді. Және де жарты қамырды әлі пісіру қажет. Менің рецептім бойынша дайындап жатсаңыз, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.